жасандылығы без сознания беріп жатырмыз да бара жатырмыз. Қарау барысында бала вялый, есеңгіреген, судорогіден кейінгі жағдай секілді болды. Судорога болмаған, учетта тұрмайды ештеңе, көзінің қарашы бір точка болып тұр. Қарылған көзінің қарашы. Сонымен қандай дәрілік препараттар бердіңіздер дегенде, жалпы ешқандай дәрі қолданған жоқпыз, тек қана нафтизин дейді. 2-3 рет қолдандық, мұрнына жалпы әсер болмаған екен, қайталап қолданған болатынбыз. Нәтижесінде бұл жерде передозировка болып тұр, қараңыздаршы. Сосын бірден венозды катетер қойылып, токсикология бөлімшесіне жедел нафтизинмен улану диагнозымен алып бардық. Жалпы нафтизиннің передозировка болған жағдайда тіпті баланың өліміне алып келеді. Естеріңізде болсын. Сонымен қатар кез келген дәрілік препараттар берген кезде инструкциясын оқыңыздар. Беттеріңізше ем қолданудың осылай қажеті жоқ. Фармацияда көптеген дәрілік препараттар, сироптардың өзі миллиграммен беріледі. Қасықпен мынандай бере сал, мынандай бере сал деп айтылмайды олар. Точно миллиграммен беріледі. Сол үшін де видеоны лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.